Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздердің назарларыңызға батаның шығуы туралы қазақ аңызын ұсынғым келеді. Қазақта жаңбырмен жер көгереді, батамен ер көгереді деген мақал бар. Жалпы батаның мазмұны қазақ аңыздарымен қабаттасып өрілгенде ғана мәңгілік жасайтындығы туралы ғылымда пікір айтылған. Бұл британдық ғалымға тиесілі. Оның айтуынша, салт дәстүр тәңірлік уақытпен шектесіп жататын иләһи мазмұнды аңыздармен қабаттасып өрілгенде ғана мәңгілік жасайды. Егер әдет-ғұрыптың астарында тамыры қадым дәуірмен жалғанатын мағыналы миф болмаса, ол дәстүр араға көп уақыт салмай санадан өшіп жоғалады деген екен. Батаның шығуы туралы қазақ аңызы былай дейді. Ыбырайым пайғамбар өте қонақжай адам болған екен. Үйіне келген адамға ас бермей шығармайды. Асығыс жолаушының өзіне нан ауыз тигізбей жібермейтін болыпты. Бір күні уақи ала келген Жебірейіл періштенің өзін дастарханға сүйрейді. Жебірейіл, асыңа рахмет, ей Алланың хабибі, мен Алланың уақиын жеткізу үшін ғана келдім дейді. Ыбырайым пайғамбар сол кезде уақиды қоя тұр, әуелі адал дастарханнан дәм тат, маған серік бол дейді. Періште амалсыз көнеді. Дастарханға ас келсе де, періште табаққа қол созбай отыра береді. Пайғамбар сол кезде сұрайды, неге дәм алмайсың? Жебірейіл, бұл дүниенің өз тәртібі бар. 5 күн жалғанда ішкен жегеннің, көрген қызықтың есеп қисабы бар. Ертең махшар алаңында бұл пәнедегі ішкен жегеннің сұрауы болады. Мен соны ойлап, уайымдап отырмын дейді. Ыбырайым езу тартып, ендеше ас соңынан дастарханға бата бер, астың өтеуі сол болсын дейді. Жебірейіл келіседі. Ас ішіп отырып екеуі әдемі рухани сұхбат құрады. Періште Ыбырайымның ықылас пейіліне риза болып, дастарханға бата жасап дұға етеді. Жебірейіл кетіп бара жатқанда Ыбырайым, маған қандай уақи алып келіп едің, айтпадың ғой деп сұрайды. Бұл жолы періште езу тартып, біздің сұхбатымыз Алланың уақиы еді депті. Осыдан бастап бата беру, дұға тілеу Ыбырайымнан сүндет болып қалған екен деседі. Қазақта батаның түрлері көп. Шілдехана батасы, тұсаукесер батасы, беташар батасы, орамал батасы, наурызда берілетін бата, жарапазан батасы, ұл балаға берілетін бата, қыз балаға берілетін бата, ас қайырғанда берілетін бата, ризалық батасы, үй иесіне арнап берілетін бата. Бұл баталардың әрқайсының мәтіні бір-бірінен ерекшеленеді. Бата мәтінінің бәрі де ізгі ниетке, тілекке құрылған. Сіздердің назарларыңызға жарапазан батасының мәтінін ұсынамыз. Міне бата, ақ ниет, бола берсін берекет, қиын дейді қиямет, жақын дейді ақырет, құлшылық қыл Аллаға, қыл көпірден таймай өт, кірсін дәулет, шықсын бейнет, Алла атымен ниет ет, жоқ жітікке рақым ет, Тәңір сені қолдасын, уайым қайғы болмасын, қабыл болсын оразаң, әулетіңді оңдасын, әумин. Бата жаттау арқылы жас ұрпақтың генетикалық жады оп-оңай қайта тіріледі деген түсінік бар. Бала кезден бата жаттап машықтану мәңгүрттіктен құтылып, мәдениетті тұлғаға айналудың төте жолы. Сондықтан, құрметті көрермендер, бала кезден бастап бата жаттатуды әдетке айналдырған жөн болады. Және сіздердің назарларыңызға осындай жасөспірім баланың наурыз айында берген наурыз батасын ұсынамыз. Ниеттерің ақ болсын, аузың ақша қандай, бастарына бақ қонсын, шашының арлық талындай. Санасы берсін адамның, көңілде кір қалмасын, құты кетсін жаманның, жақсы берсін жалғасын. Тырыш болсын жеріміз, түгел болсын ноғымыз, таза болсын ауамыз, тұнық болсын суымыз, қатыгездік жоқ болсын, оралмасын кезуге, кірісіміз көп болсын бүгінгі наурыз көжедей. Құрметті көрермендер, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.